Мына жақтан үй барында, мына жерден қашанды башына келген ішінде жол болды. Ана мына жақтан мен азырағы келгенде ылдый жақтан аяқтан қашып өттім. Мына жаққа келіп, мына қашаны қарадым. Қарасам мына жақтан мына жерге келеді. Таш, алдындағы ой-пыйлар дүргітіне келді. Келген бері мына қашан, мына арматурлар 32 арматурлар ұстакалар. Сындырып өтті, мына жаққа келді. 3-тен 1 бөлігі мына жаққа кетті. Қалған мынадан ары кетті талқалап. 30-40 жылда болған емес. Мұндай болған емес. Чоң таштарды ағызып келді. Мына жердегі скалатты, уын, пун, идиш аяқты полный ағызып кетті. 10 минутқа жетпегенде жаңбыр болды да. Ошоның кесепетіне мынандай чоң суу келіп, бұл жерді бардық мына үйлерді чайып, керкі, там таштарды алып кетті. Uyuşturucu ayaklar çakırıp anan MCS'ten geldi tünümüne. MCS gelip oşul mına üylörді püt tekşerip oldan gelen motopompalar menen geldi, su girip ketkende. Anan keyin berki saldatlar menen suga belçesine düşüp onu motopompalar menen tarttırdılar. Ilay olup kalganda. Onu tartalып ana çelekte alıştı, oşonto ona taң atkandan başlap iş baştalып geçen iş boldu. жылдың 3 май күні 16:30 шамасында Алай районунун 4 айыл өкмөтүндө катуу жаган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп атат деген маалымат түшкөн. Ошол замат Алай райондук өзгөчө кырдаалар бөлүмүнөн ыкчам топ чыгып, жеринде абалды көрүп, айгай жарылап, бул жерге бүт өздүк курам тартылган. Ошондой эле жараны коргоо кызматтары көтөрүлгөн. Натыйжада иш өз убагында уюштурулган. Азыр бүгүнкү күнгө карата жалпы 204 айыл өкмөттү бириктиргенде 294 үйгө сел кирген. 294 үйдүн ичинен 49 үйдүн жер төлөсүнө суу толгон, 49 үйдүн 46 үйү турак үй. Жер төлөлөрү бүгүнкү күндө азыркы убакка толук тазаланып бүттү. Камсыздандыруу пайдасы өтө чоң нерсе экен. Кече мага ушу биринчи камсыздандыруудан келишти да. Келип айтышты, бул сиздин камсыздандырууңуз барбы деди. Мен бар дедим. Бар десем, кандай сиз камсыздандыруу кылып койгансыз деп айран калышты. Биз эч ким кылбайт да. Буга же мындай көчкөн кош көңүлбүзбү, түшүнбөйбүз же түшүнүүбүз жетпейби. Бунун пайдасы өтө көп экен деди. Биздерди азыр деди, биз ушул мына эме чоңдор чечкенден кийин сизге деди, мына ушул өзүнүн жол жобосу бар деди, мынча процент, мынча эмеси бар деди, баардык нерсеңизди төлөп беребиз деди. МЧСтин начальниктери такай эле жүрдү, келгенде бери уйку деле көргөн жагы барчы. Бүт мына рабочийлары менен, эмелери менен кошо эле жүрүштү, эл менен кошо эле болду. Эл уктаса уктады, бирок алар уктаган жок да. Нөшөлөп жаган жамгырдын кесепетинен ошол Корул айылынын кире берисиндеги көпөрөнү сел алып кеткен. Ошол замат жол төлөө ишканасынын техникалары менен сай аркылуу убактылуу жол ачылган. Ошол убактылуу жол менен бул жерде электр тармактар кызматы башка техникалар бардыгы өтүп, бул жапа чеккен айылдарда өздөрүнүн иштерин баштаган.
тартылған техникалар бойынша Жанармай қорғау қызметінің бардық күч қаражаттары, техникалары, өзгөчө кырталар министрлигинин 5 техникасы, жол тейлөө ишканасынын 9 техникасы тартылып, ошондой эле жалпы бардық кызматтарды кошкондо 305 кызматкер иш алып барууда.